Сағыныш, карантин кезінде еліміздегі қылмыс саны едәуір азайыпты. Бұл туралы полиция қызметкерлері мәлімдеді. Мәселен, кейбір өңірлерде ұрлық пен бұзақылық тонау фактілері тіпті 38%-ке дейін төмендеп отыр. Алайда қиын кезеңді пайдаланған алаяқтар интернет саудасында бірнеше адамды тақырға отырғызып кеткен. Өңірлердегі криминогендік ахуал жайлы Самат Қайырденұлы әңгімелейді. Қостанай облысында жыл басынан бергі қылмыс 38%-ке азайды. Көшемен қоғамдық орындарда тәртіп бұзу, бұзақылық жасау бұрынғыдай байқалмайды. Дегенмен, өңірде интернет алаяқтардың арбауына түскендер аз емес, және отбасылық жанжал көбейген. Отбасылық жанжалға бұл басты себеп ішімдік. Көп жағдайда әйел адамдар зардап шегіп жатыр, және де интернет желісінде, әлеуметтік желілерде тараған алаяқтық, яғни жоқ дүниені сату арқылы азаматтар, тұрғындар алданып қалып жатыр. Ал Қарағанды облысында соңғы 2 айда тұрмыстық зорлық, зомбылық 2 есеге кеміген, қарақшылық, тонау 7 есеге қысқарды. Жалпы өңірде төтенше жағдай режимін бұзған 1700-ден астам адам әкімшілік жауапқа тартылса, соның 300-ден астамы қамауға алынды. Полиция за это время перешла на особый режим работы. Полиция қызметкерлері карантин кезінде күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Қоғам тыныштығын қамтамасыз ету үшін көшеге шығатын тәртіп сақшылары бірнеше есеге көбейді. Саябақтар, аллеялар, аулалар қатаң бақылауға алынды. Соның арқасында осындай нәтижеге жеттік. Бірақ мұнымен тоқмейілсуге болмайды. Бұдан әрде қылмысты азайтуға күш саламыз. Ал павлодарлық тәртіп сақшылары интернет арқылы оңай олжа таппақ болған 2 азаматты қолға түсірді. Олар сайттарға көліктердің қосалқы бөлшектерін сату туралы хабарлама жазып, халықтан соманың бір бөлігін алдын ала талап еткен. Осылайша алаяқтар үйде отырып ақ нәпақа тапқан. 10 адам олардың құрбанына айналды. Сонымен қатар 39 есірткі қылмысының беті ашылды. Заңсыз айналымнан 250-ге жуық есірткі зат алынды. Данный опыт мы на последнем межведомственном совещании. Карантин кезіндегі жұмыс тәжірибемізді алдағы уақытта да қолдануды көздеп отырмыз. Ведомство аралық жиында өңірдегі ойын-сауық орындарының жұмысын түнгі сағат 23:00-ге дейін шектеуді ұсындық. Ал түнгі дүкендердің жұмысын тоқтатқан жөн деп шештік. Тәжірибе көрсеткендей, түнгі уақытта ішімдік сатылмаса, қылмыста азая түседі. Еліміздің солтүстігінде криминогендік ахуал тұрақты. 1,5 айдың ішінде қылмыс 20%-ке кеміді. Өңірде осы аралықта 191 ұрлық тіркелді. Бұл карантин енгізілудің алдыңғы уақытымен салыстырғанда біршама төмен. Қылмыстардың саны 20%-ға дейін төмендеді. Төмендеу негізі үдерісі қоғамдық орындарында және алкогольдік мас күйінде жасалған қылмыстардың арасында тіркелді. Тағы бір жағымды жаңалық, төтенше жағдай режимі мен карантин кезінде өңірде адам өлтіру фактісі мүлдем тіркелген жоқ. Ал жыл басынан бері наурыз айының соңына дейін солтүстік Қазақстан облысында 11 азамат қаскөйлердің қолынан қаза тапқан. Самат Қайырденұлы, аймақтағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар.